20 ғасырда қазақ халқының басына төнген қатер, исі қазақтан ұрпақтың қалу қалмауы деген мәселе өткен тарихта осыншама күрт қойылмаған шығар. Қазақ халқының жерін бірте-бірте тартып алып, Америкадағы үндістер тәрізді тастақ пен шөлге қамап, құртуды ойлаған шовинистік саясат патшақлаған соң тоқталдыға санап, дала жұрты аз уақыт еркін демалып серпілгенде еді. Өз мұңын өзі жоқтап, мәдениетін көтеріп, ел болуға тырысып жатқан. Оның ел болғанын көре алмады қаскөй жау. 1925 жылы қазақ даласын билеуге жіберілген Голощекин Кіші Октябрь дегенді ойлап тапты. Компартияның билетін бүргенген қара ниет патша жасай алмаған істі асқан зұлымдықпен ұйымдастыра білді. Кіші Октябрь тек қазақ елін қыруға шебер ұйымдастырылған шара еді. Қазақ жұртын мұндай талауға салуға қарсының бәрі халық жауы есептелді. Ахмет, Бағжан, Міржақып түгілі Голощекин саясаты момын қазақтың есі түзуінде тыныш қоймады. Қазақтың оқығаны түгілі есі барында әз саясатын тезірек жүзеге асыру үшін о дүниеге аттандырып жіберуге тырысты. Көшпелі ел 20 ғасырда өмір сүруге тиіс емес деген теориямен қаруланған неше түрлі бас кесерлер мылтығын шошаңдатып дала кесіп, елге зорлық зомбылық жасаумен болды. Олардың тірегі тым мықты еді. 20 жылдардың екінші жартысында Голощекин келген соң 1-2 жылдан кейін момын елдің қаны судай төгіле бастады. Ұрыларды атамыз деген сылтаумен контралар ауыл-ауылды аралап жүр. Солармен күресеміз деп, ел ішінен қарулы отрядтар шыға бастады. Дала жұртын дүрелеп, асып атып, ойына келгенін қылған отряд кеше патша үкіметіне бағынбай кеткен дала көкжалы Боранқұлға у бергізсе, Майшора Тәжібай ауылын таң ата қоршап, пулеметпен атқылаған. Ауылдан ақ боз атқа мінген жалғыз ақ адам қашып шыға алғанда, қалғаны мерт болған. Қырғынның лебін күні бұрын сезінген Шәмшит пен Өскенбай бір қыз бір келіншек тертіп, сонау Көкшетау жақтан шығып, абыздың Қараталын мекен еткен. Соларға еріп осы елдің Шәріп деген жігіті де оңтүстік жаққа кетпек. Бұлардың сыбысын білген 40 солдат ауылды басып қалып, бір бозбаланы торғайда шырылдатып сабап, жатағын көрсетуге мәжбүр еткен. Солдаттар оққа ашқан Шәріптің басын найзаға іліп әкеліп, момын елдің зәресін ұшырған. 1930 жылы Шет ауданында әр үйге 100-ден 500 басқа дейін мал салығы түскен. 1931 жылы халық басына түскен қасіреттен есінен танғандай еді. Шет ауданы халқының қолында қалған 80 мың бас ірі қараға 120 мың бас мал тапсыру жөнінде салық түсті. Әуелде салық мал басына түсіп, жұртты бір жола сыпырса, кейін тоннамен түсетін болды. Айта кетерлік бір сөз, бұл етті апарар жер, сақтар орын жоқ екенін біле тұра, Голощекин тобы осыны істеді. 1932 жылы халық қырылып жатқанда, бұрынғы Нілді руднигінде 100 мың тонна ет өртеледі. Сасып бұрсыған мыңдаған тонна етті жою Спасск, Бурмада жүргізілді. 1931 жылы елге аштық кіре бастайды. Тұқымымен нұрлы болашаққа жетпейтініне, құрайтынына кезі жеткен ел ішінде толқу болғаны шындық. Мұндай қатер төнгенде, үнсіз мүлгіген ұлттың жер бетінде өмір сүруге хақысы жоқ дер едім. Қасқырда ұрпағын сақтау үшін жан таласып, кісіге шабады. Ал қазақ елі өзін сақтау үшін толқыса, не сайып? Міне осы кездерде Шет ауданының ГПУ бастығы боп, ел арасына Шишов деген атпен белгілі Сычев тағайындалады. Сол Шишовты шетке аттандырып тұрып, оперсектор бастығы Бақ, билер мен дінбасылар, ақындар сөзін тыңдаған, халқы бас имейтін ауданға барғанда аяусыз болуын, ойланбауын талап еткен архив сақтаған. Сонымен Шишов барған жерге қанға бояуға міндетті болған. Шала сауатты Шишовқа осы да жеткілікті еді.
ол қанды ісіне аяусыз кіріскен. Голощекиннің кіші октябрь идеясымен жігерленген сол кездегі крайком секретарының бірі Галюдов деген коллективизацияны қарқынды жүргізу үшін әр жерде топ-тобымен кісі атып тастау керек деген ұранда көтерген. Ашығып қырылудың азаяқ алдында тұрған ашынған халық Галюдовтар үшін енді мылтық сынайтын ермекке айналған. Топ-тобымен кісі атудан шет ауданында құралақан емес. Соның салдарынан халық санының қалай кемігенін цифрлардан көруге болады. 1926 жылы шет жерінде 48.311 қазақ болса, 1932 жылдың басында 36.568 адам қалған. Яғни халық саны сол екі ортада 11.743 адамға азайған. Сонан 1933 жылы 5.021 адам ғана тірі қалғанын архив документтермен дәлелденген. Осындай оқиғаларды көзімен көрген, өзі куәлік қолхат берген Зекен Бакыровтың айтуынша, жазалаушы отряд Тоқтабек көңіндегі мал қораға 70-ке жақын адамды қамап қинаған. Соның бір тобын атуға алып шыққан. Ол кезде комсомол Зекен ақсақалды тау басына қарауылға қойған екен. Ажарбек дегеннің келіншегі Сақайды қайнысы Нұрлан екеуін тұтастай жалаңаш шешіндіріп, штыкпен төрелеп, еріксіз құшақтастырып қойған. Сонан соң еріккен белсенділер сендерге оқта шығын деп тізіп қойып атқан. Жалаңаш құшақтасқан Нұрлан мен Сақайды бір оқпен атып құлатып, қансырап әлі тірі жатқан келіншектің төсін кесіп алып, күйеуі Ажарбектің үстіне тастаған. Бабжановтың ісі жан түршігерлік еді. Мұхамеджанұлының естелігінде белсенділердің бар малды сыпырып алғанын, шұбырған елдің жолшыбай қырылғанын, жүруге жарамай қалған бой жеткен қыз алдында жанып тұрған отқа құларман боп теңселіп отырғанын жазса, Жанасылов бет қайыңдағы қорадан адам сүйегін кейін күреп шығаруға тура келген. Сарыөзекте шашылған мүрде талай жылдар шөп шаптырмағанын айтады. Қарт ұстаз Әбдірайымов Бөгілінің 1930 жылдары 150 үйінен әр түтінде бірер адамы ғана бар 37 үй қалғанын айтады. Қайша шешей 2 үй тола қаттап жиналған өлікті ұраға көмдірген совхоздың директоры Соловьевтың тірі қалғандарды қапқа салып суға лақтыртқанын айтқанда, жауыздықтың шегі жоғына еріксіз иланасың. Тегінде геноцид аталып жүрген бұл аштыққа бірден бір кінәлі адам қужақ атанған Голощекин сияқты. Жарғыз әміршіні осыны істегенде айналасы қайда деген сұрақ еріксіз келеді. Елінің қырылуға бет алғанын көрген бір азаматтың халық үшін жанын шүбірекке түйіп, Голощекинді жалғыз оқпен жайғай салмағаны миға кірмейтін іс. Ендеше оның айналасы да қылмыскерлер. Қазақ елінің тұрмысын түсінде де көрмеген, ең болмаса бір кигіз үйдің есігін ашпаған, мал баққан елдің ерекшелігі бар есіне де кірмеген Голощекин өткізген қаз райкомның қаулылары да бәле іздеп шапқылап жүрген. Жер жыртып егін салуға не соқасы, не тұқымы жоқ миллиондаған қазақты колхозға қуып тығып, оның жолы малын тартып алу болса керек. Қаулыларының бірінде де халыққа мынандай жағдай жасалу керек деген бір ауыз сөз болмаған. Адамды атуды да айдауды да жоспарлаған үкімет, жоспарын орындау үшін жер-жерде дәреже қоғандар аянбай еңбек еткен. 1930 жылы бай құлақ саны 76 болса, 1931 жылы 325, 1932 жылы 400 боп шыға келіп, тап жауын құрту жоспары асыра орындалып, елдің жаппай қуғын сүргінге түскені көзге ұрып тұр. Әр үйге 150-ден 500 басқа дейін мал тапсыру салығы түсіп, барынан жұрдай боп, көзді күнге шыбындай боп қырылып жатқанда, аудан бойынша егін егуді 12 күнге бітіруді, 5 жылдықты 4 жылда орындауды жоспарлап, ұрандап жатқанына сау адамның миына жетуі мүмкін емес. 400-ге тарта адамның мүрдесі жатқан жерді 70-ші жылдары
зұлматты елдің есінен шығарып жіберу үшін сол жерге автобаза салып, жыпырлаған қабірдің үстінен машина жүргізген. Сол сияқты ГПУ-дың ескі үйінің артындағы сайға да өте көп адам жерленген. Бұл жерде атылғандар да болса керек. 60-шы жылдардың орта кезінде ол жерді егін екпесе де қасақана жыртып тастаған. Қазақтың аштан қырылуы 1932 жылмен біткен жоқ. Ол 50-ші жылға дейін созылған. Зейнеткер Нұрмұханов Төлеутай 1948 жылы Сәтбаев Никольск қаласында ФЗО-да болған. Өзін еріксіз жетім деп салып жібергенін айта келіп, сол ФЗО-да қазақ жетімдерінің февраль-март-апрелінде 60-тан астам баласының аштан өлгенін хабар етеді. Ел ашығып жатқанда үкімет құлақ естімеген қылмыс істейді. Жылқыны маңқа деп жаппай атып, тартып алынған малдың етін тау-тау қылып үйді. Белсенділер ет планы деп үйді тінтіп, ең соңғы талша қазығын тартып алды. Тау-тау етіп 1932 жылдың жазында сасыды. Тіпті сасыған еттерді де аштарға бермеді. Сөйтіп бір ғана нілдеде 100 000 тонна ет өртеледі. Мұндай жағдай бұрмас Спасскілерде болған еді. Халық аштан қырылып жатқанда, ел басына кездейсоқ келген көрсөқыр басшылар той-тойлап жүрді. Аштық тым ұзаққа созылды. 1932 жылы шыңына жеткен аштық 33-34 жылдар ішінде де жалғасып жатады. 30 жылғы зұлмат кешегі Совет елінің талай жерінде болған шығар, бірақ қазақ халқындай орасан ойранға ұшыраған, халқының 70-80% құрған жағдай ешбір республикада болған емес. Бұл нағыз геноцид еді. Ал бүгінгі тірі ұрпақ ажалдың аузынан қалғандар болып саналады.